Денеге қандайда бір күш әсер еткен кезде, ол пішінін уақытша өзгертеді. Сыртқы күш әсерін тоқтатқан кезде, деформация да тоқтатылады. Мыс пластинаға түсірілген қысым оны деформация деп аталатын пішін өзгерісіне әкеледі. Дәл осындай қысымды бордың бір кесегіне түсірер болсақ, ол үгітіліп кетер еді. Қысымның әсерінен кейбір заттар өздерінің көлемі мен пішінін өзгертеді, алайда олар қысым жойылғанда бастапқы қалпына келеді. Егер бұл құбылыс әртүрлі қысымда жүретін болса, ондай материалдарды серпімді деп атаймыз. Серпімді материалдарға резеңке, болат, ағаш және әртүрлі пластмассалар мысал бола алады. Басқа материалдар қысым әсерінен пішіні мен көлемін әрдайым өзгертіп отырады. Оларды пластикалық деп атаймыз. Бұл қасиет мыс, алтын, қорғасын, ермексаз және басқа да заттарға тән. Кейбір денелер тіпті деформацияланбайды, себебі өте кіші мөлшердегі деформацияның өзі олардың бүлінуіне әкелуі мүмкін. Мұндай материалдарға фарфор, шыны, бор және кірпіш мысал бола алады. Бұл олардың мықты еместігінің белгісі емес, өйткені фарфордан жасалған жоғары вольтты электр өткізгішін ұстайтын изоляторлар өте үлкен күшті көтере алады. Дегенмен сәйкес деформациялар айтарлықтай білінбейді.